Сәлем достар, менің есімім Анель ханым, мен сексологпын, бұл сыр білім парақшасы. Бүгінгі тақырып жыныстық қатынасқа түспей, мастурбация жасамай жүре беруге бола ма? Ешқандай зияны жоқ па? Қараңыз, мына жерде ең бірінші. Егер де бұл кішкентай мезгілде болса, уақытта, мысалы, сізде қазіргі бір мезгілде уақытта оқу бар, мысалы, жұмыс бар, ойыңыз мүлдем жыныстық қатынас қызығушылығы жоқ болса, бұл норма. Себебі қазіргі кезде бұл сізге приоритет емес, ең басты фактор емес. Бұл кезде ешқандай зияны жоқ. Мысалы, сіз жұмыс жасап жатсыз, оқып жатсыз, мүлдем бұл сізге басты фактор емес. Бірақ та, мысалы, сіз уже жылдап жүріп, мысалы, жұмыс анау-мынау бар, бірақ қалыпты жағдайда, мысалы, уже жыныстық қатынасқа қызығушылығыңыз бар болса, мысалы, денеңіз, психологиялық тұрғыда уже бұл әрекеттерге ынтасы болса, бұл да бір норма, себебі дене адамның жаратылысы сондай, ол бұны қалайды. Егер де, мысалы, жыныстық қатынасқа түсу мүмкіншілігі жоқ, үйленуге мүмкіншілік жоқ болса, мысалға, бұл жерде мастурбация жасамай және жыныстық қатынасқа түспей, кішкене психологиялық тұрғыда стресс болуы мүмкін. Кішкене стресс себебі адам өзін ұстап жатыр ғой, және қатты қысылып жатыр. Сол жерде өзін ұстағанда, мысалы, жыныс денсаулығы жағынан проблема болуы мүмкін. Бұны енді уролог-андролог маманы ер кісілерге, гинеколог әйелдерге айту мүмкін. Бұл жерде дәрігерге барғаныңыз дұрыс. Жалпы жыныстық қатынасқа және мастурбация жасамасаңыз, түрлі себептерін қарастырсақ, сіздің ең бірінші осы мамандарға барғаныңыз дұрыс. Қаншалықты денсаулық жағына сізде бәрі окей. Менің жалпы дүниежүзілік практикада жылына 2 рет көрінгені дұрыс. Мүлдем жылына көрінген мүмкіншілігі жоқ болса, онда жылына 1 рет барыңыз. Мүлдем ешқандай мүмкіншілік жоқ болса, онда онлайн, қазіргі кезде өте көп мамандар онлайн Instagram парақшалары бар, то есть консультация береді, солардан сұрап бір онлайн консультацияда алуға болады. То есть ең алдымен сіздің денсаулық жағынан бәрі дұрыс болу керек, осындай жылдап жүрсеңіз, қиналып жүрсеңіз, қаралыңыз ең бірінші. Мына жерде психосоматика деген білетін шығарсыз, сол да болуы мүмкін, стресстен. Екіншісі бұл психологиялық тұрғыда стресс, күйзеліс, напряжениеде өз-өзін былай қиналып та болуы мүмкін. Бұл жерде мен бәр адамдар солай деп айта алмаймын, адамдар түрлі болады. Кейбір адамдар, мысалы, жыныстық қатынасқа өте белсенділігі жоғары, соншалықты бұған тырысады, бірақ өзін мастурбация жасамай, жыныстық қатынасқа түспей, қиналып кетеді, бір өте қиналып кетеді. Осындай да болуы мүмкін. Оларға әрине қиын болады. Психологиялық тұрғыда қиын болып қалады, физиологиялық та ауру болуы мүмкін. Соны қарастырыңыз. Екіншіден, мысалы, жыныстық қатынасқа мүлдем қызығушылығы жоқ болса, мысалы, тырыспайды да, жүре береді да, мысалы, сондай да бар адамдар, оларды мүмкін жыныстық белсенділігі төмен, және де мына жерде гормондарды қарау керек, психологиялық тұрғыда бәрі адамда вообще все окей ма, мысалы, жалпы үйленетін жоспары бар ма, семья құру жоспары бар ма дегендей сөйлесу керек. Мына жерде сексология тарапынан или психология тарапынан қарау керек. Бұл енді әрине біз 18-ден үлкен жігіттер мен қыздарды қарап жүрміз, то есть кәмелет жасқа толғандарға. То есть осындай себептері, себептер емес, осындай болу мүмкін, жалпы денсаулық және психикаға деген әсері. Ладно? То есть сіз, мысалы, сіз осындай осы сұрақтардың кісілердің біреуі болсаңыз, сіз қараңыз, қаншалықты сіздің белсенділігіңіз қаншалықты сіз оны қалайсыз, және де әрине әсері болу мүмкін, мүлдем воздержание болса, әсері болу мүмкін. Сол үшін ең бірінші дәрігерге барыңыз. Сіз осы уже қаншалықты көп болса жүрсеңіз. Және де психологиялық тарапынан өз-өзің бақылаңыз. Қаншалықты сізге бұл қазіргі жағдайыңыз қиын ба, сізді мүлдем сындырып кетпей ма дегендей. Айтарым достар, сексолог ретінде мен дін маманы емеспін, ешқандай дінге
білімім жоқ, білікті маман емеспін, бірақ сексология тарапынан, медицина тарапынан мастурбация бұл норма. Соншалықты қысылсаңыз, мастурбацияға жүгіну бұл норма. Жарай ма? Енді үйленбегендерді айтсақ да. Үйленбеген. Окей, достар. Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыз, парақшаларыма жазылыңыз. Менімен болғаныңыз үшін рахмет.